Келесі теңдеулер жүйесі берілген. Бұны бізде шешудің бірнеше жолы бар. Мынаны толығымен 8-ге көбейтіп, екі өрнекті қосып жіберсек, сол арқылы x тапсақ болады, немесе былай істесек те болады. Y берілген ғой бізде. Y-ті былай екінші теңдеуден y-ті өрнектеп алайық. -34 азайтылған 4x-ге. Енді осы y-тің мәнін бірінші теңдеуге қояйық y-тің орнына. Сонда бізде 3x азайтылған 8y, оның орнына мынаны қойдық. 34 азайтылған 4x-ті тең -43-ге. Келесі 3x, енді -34, -4x. Біз минустарды жақшан тыртына шығарсақ, минус пен плюс болып кетеді. +8, және де жақшаның іші толығымен минустан құтылады. 34 қосылған 4x тең -43-ге. Енді жақшаны ашайық. 4x қосылған 8-ді 34-ге, 8-ді 4x-ге көбейтеміз. 8-ді 34-ге көбейтсек, бізде 272 шығады. Қосылған 8-ді 4-ге көбейтсек, 32x тең -43-ге. Келесі 3x пен 32x-ті қосамыз, 35x болады, тең болады. -33-тен біз нені азайтамыз? 272-ні азайтамыз. Сол кезде бізде 35x бізде -315-ге тең болады екен. Енді -335-ті 35-ге бөлетін болсақ, бізде -9 болады. Осы жерден ары қарай y-ті табамыз. Y бізде неге тең еді? -34 азайтылған 4x-ге тең. Олай болса, -34 азайтылған 4 көбейтілген -9. -34, минус пен минус плюс болады, плюс 4-ті 9-ға көбейтсек 36, яғни 2-ге тең. Сонда біздің жауабымыз -9-да 2 болады. Яғни А жауабы. Келесі интегралды есептеңіз дейді. Бізде басты мынандай формула бар. 1 бөлінген x-тің интегралы бізде ln x қосылған с-ға тең. Ал енді мына жерде жай ғана x емес, x азайтылған 3, яғни күрделі функцияның интегралы 1 бөлінген u dx бізде ln u бөлінген u штрих, яғни u-дің туындысы қосылған с-ға тең. Енді бұл қиын өрнекті қалай жазамыз біз? 1 бөлінген x азайтылған 3. Ол бізде ln x минус 3 бөлінген x минус 3-тің туындысы қосылған с. Мына жерде бізде ln x минус 3, x минус 3-тің туындысы бізде 1-ге тең. Себебі x-тің туындысы 1-ге тең, ал минус 3 ол тұрақты сан. Тұрақты сан туындысы 0-ге тең. Қосылған с. Бұл бізде Д жауап болады екен. Келесі 8-ші есеп. Бізде конустың радиусы 3 есе артса, көлем неше есе артады дейді. Енді біз ол үшін конустың көлемінің формуласын жазайық. Ол бізде 1 бөлінген 3 h көбейтілген πr квадрат. Ол бізде конустың көлемінің формуласы.
Бұл жерде радиус 3 есе артса, көлем неше есе артады дейді. Радиус мына жерде квадратты алып тұр. Олай болса, егер оның радиусы 3 есе артса, радиустың квадраты бізде 3-дің квадраты бізде 9. Егер 3 есе артса, радиусы 3 есе артса, оның көлемі 9 есе артады. Ол бізде қалай? Мысалы, былай істейік. Кіші конустың радиусы кіші r делік, үлкен конустікі 3 есе артқандікі үлкен r болсын. Олай болса, r бізде 3r-ге тең. Үлкен r-іміз 3 кіші r-ге тең. Олай болса, бастапқы кішісінің көлемі бізде 1 бөлінген 3 h π r квадрат. Ал келесі бізде үлкеннің көлемі 1 бөлінген 3 h көбейтілген π r квадрат. Біздің үлкен r-іміз 3 кіші r-ге тең. Бұл бізде 1 бөлінген 3 h π r квадрат көбейтілген 9-ға тең. В кіші деп қойық, В үлкен деп қойық. Сол кезде енді мынаған қарайық. Мынау бізде кішісінің көлемінің формасы. Оның орнына оның көлемін жазсақ болады. В кіші көбейтілген 9. Осы жерден де көретініміз, егер радиусы 3 есе артса, көлемі оның 9 есе артады. Келесі 9-шы есеп, теңсіздіктер жүйесінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз дейді. Бізде екі теңсіздік берілген, екеуін де шешу керек. Ал мен біріншісін шешіп көрейік. X қосылған 5 кіші 10-дан. Бұл кезде біз не істейміз? Бұл кезде біз X қосылған 5 кіші 10-дан біреуін аламыз. Және де X қосылған 5. Енді таңбасын өзгертеміз. Үлкен минус 10-нан. X бізде кіші 5-тен. Мына жерде X бізде үлкен минус 15-тен. Екеуін қиылыстырамыз. Минус 15 және 5. X 5-тен кіші және де минус 15-тен үлкен. Олай болса, X бізде минус 15 пен 5-тің арасында жатыр. Келесі бізде мына бірлікке қарайық. X квадрат минус 4x қосылған 3 бөлінген x квадрат минус 9. Енді бірді теңсіздіктің сол жағына жібереміз. Бірге ортақ бөлім x квадрат минус 9 береміз. Сол кезде x квадрат минус 4x қосылған 3 азайтылған x квадрат азайтылған 9 бөлінген x квадрат азайтылған 9 үлкен нөлден. Жақшаны ашайық. X квадрат минус 4x қосылған 3 азайтылған x квадрат минус пен минус плюс болады. Плюс 9 бөлінген x квадрат минус 9 үлкен нөлден. X квадраттарымыз бізде жойылады. Сол кезде минус 4x қосылған 12 бөлінген x квадрат минус 9 қалды. Үлкен нөлден. Енді мына жерде бізде x-тің коэффициенті минус болып тұр. Бөлшектің алынында. Олай болса, біз оны плюсқа келтіруіміз керек. Біз былай істейік. Минус 4 жақшан сыртына шығарайық. Минус 4 x минус 12-ден минус 4 жақшан сыртына шығарсақ, x минус 3 бөлінген x квадрат минус 9 үлкен нөлден. Енді минус 4-ке бөліп жіберейік. Сол кезде x минус
Так. X минус 3 бөлінген x квадрат минус 9 үлкен таңбасы ауысады. Үлкен болып еді, кішіге ауысады. Кіші 0-ден. Кезек-кезегімен 0-ге теңестіреміз. Так, мынаны былай жазып қойық. Әдейі жазайық. Кезек-кезекпен 0-ге теңестірсек, x минус 3-іміз 0-ге тең. Осыдан x бізде 3-ге тең. X квадрат минус 9-ымыз 0-ге тең. X квадрат бізде 9-ға тең. X бізде плюс минус 3-ге тең. Енді бізде 3-ті 1 бар, x 3-ге тең, x тағы да 3-ге тең, және де x минус 3-ге тең. Минус 3, 3. Енді осы жерден бізде 3-тің өзі қарасақ квадратты бір, 2 рет кездесіп тұр. Мына жерде 1 рет кездесіп тұр, және мына жерде 1 рет кездесіп тұр. Оған біз антаңа қарайық. Енді біздің x-іміздің барлығының коэффициенті 10, олай болса плюстан бастаймыз. Плюс, минус, плюс, минус. Келесі. Бізде плюс минус 3-іміз екеуде жауапқа кірмейді. Сызып тастайық, осынша. Бізге теріс мәндер керек. Яғни минус 3-тен төмен мәндер керек. Келесі. Осы екі жауапты біз біріктірейік. Біріктіретін болсақ, біздің мына жерде бізде жауабымыз минус 15 пен 5-тің аралығы. Мұнадан біздің жауабымыз минус 3-тен кіші. Минус 3-тен минус шексізге дейін. Сонда екеуінің қиылысуы бізде минус 15-тен минус 3-ге дейін болады. Енді бізге былай айтылған. Теңсіздіктер жүйесінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз деген. Бүтін сандар ол бізде минус 3-тен кіші бүтін сан, ол бізде минус 4. Олай болса бізде жауап С болады. Минус 3-тің өзі жауапқа кірмейді. Келесі 10-шы есеп. Бізде синус 2х көбейтілген косинус 2х минус 1 бөлінген 2-ге тең дейді. Мынаған қарайық. Синус 2 альфаның формуласын қарайық. Бұл бізде синус 2 синус альфа косинус альфаға тең ғой. Мына жерде не жетіспей тұр? Мына жерде 2 жетіспей тұр. 2 көбейтейік. 2 синус 2х көбейтілген косинус 2х тең минус 1-ге. Мынау бізде синус 2 альфаның формуласы. Синус 4х тең минус 1-ге. Келесі. Бұл бізде синустың дербес жағдайы. Яғни 4х бізде минус пи бөлінген 2 қосылған 2 пи n-ге тең. Енді 4-ке бөліп жібереміз. Минус пи бөлінген 8 қосылған пи n бөлінген 2. Бұл бізде А жауап екен.